Елестетіп көріңізші, бір ғана батырманы басу арқылы кадрға адамды қосып, ол сол жерде әрдайым болғандай етіп көрсетуге болады. Немесе Эйнштейн мен Майкл Джексонды бірге суретке түсіріп қоюға ше. Ал егер мен сізге Google'дың жаңа Nano Banana моделі мұның бәрін және одан да көп нәрсені тегін істей алады десем ше. Сәлем, менің атым Аңсар. Бүгін мен сіздерге Google'дың жаңа сурет генерациялау моделін Nano Banana туралы айтып беремін. Мына суретке қараңыз. Мен барда OpenAI негізін қалаушы Сэм Алтменмен әңгіме айтып отырмын. Енді егер біз қасымызға тағы бір адам қосқымыз келсе ше. Оп-оңай. Ал ұлы ұстаздарды өзімізбен бірге бір суретке кездестіргіміз келсе ше. Енді елестетіңіз, сізде бір кадр бар, бірақ видеода басқа ракурстар қажет. Сапа мен стиль өзгермей, енді оны да жасауға болады. Кейіпкерлер мен объектілер өзгермейді. Қыздың қолына парфюм беріп, жарнамалы фотосуретке айналдыру керек пе? Оп-оңай. Бүгін біз Nano Banana құралын сынап көреміз. Бұл Photoshop дәуірінің соңын бастауы мүмкін үлкен құрал. Соңына дейін бірге болыңыздар, мен сіздерге оны қазір тегін қалай қолдануға болатынын көрсетемін. Ендеше Nano Banana деген не? Бұл жай ғана сурет генератор емес, Google жасаған контексттік редактор. Айырмашылығы неде? Көптеген модельдер суретті нөлден салады. Ал Nano Banana суреттің контекстін түсініп, жарық көлеңке немесе перспективасын бұзбай өзгертеді. Егер Midjourney суретші болса, Nano Banana физика заңдарын бұзбай, шындықты өзгертетін сиқыршы. Ол суреттің мағынасын және атмосферасын сақтай отырып, кез келген элементті өзгерте алады. Шаш өзгерту, киім өзгерту және тағы да басқа. Бірақ бұл тек қарапайым мысал. Google контексттік редакторды 25 жылдың наурызында Jenny 2 флеш арқылы алғаш рет жоғары деңгейде шығарды. Бірақ сапасы онша болмады. Ал бірнеше аптадан соң шыққан ChatGPT-4 оны көлеңкеде қалдырды. Алайда кейін бәрі ұмытып кеткен Flux контекст моделінен кейін енді Nano Banana бәрін басып озады дейді. Айтуларынша ресми нұсқасы шыққаннан кейін бұл модель Google Pixel, Gemini және Google Flow құрылғыларына енгізіледі. Енді бұл құралды қалай қолдануға болатынын көрейік. Ескерту. Google'де Nano Banana деген атаумен көп деген сайттар бар, бірақ олардың көбі жалған. Ақылы жазылым сұраса сенбеңіз. Олар қарапайым модельдерді қолданады. Мен сіздерге сурет генерациялаудың бірнеше жолын көрсетемін. Бірінші, Nano Banana'ны қолдану үшін Gemini чат-ботында генерациялау. Чатты ашыңыз, төмендегі Tools бөлімінен Create Image банан смайлигімен таңдаңыз, промптты енгізіңіз. Нәтиже өте әсерлі, бірақ кей шектеулері бар. Бірнеше суретті біріктіру әрдайым мүмкін емес. Балалар бейнесі бар фотоларды жүйе қате түсініп, бас тартады. Екінші тәсіл Google AI Studio. Gemini'ге ұқсас, бірақ шектеулері азырақ, суреттерді біріктіруге және кейбір күрделі жағдайларда жұмыс істеуге мүмкіндік береді. 32.000 токен шегі бар. Үшінші тәсіл LM Arena сайты. Ең мықты тәсіл тіркеусіз және де тегін қолдануға болады. Суретті генерация жасау үшін сурет батырмасын төменде жақтан таңдаңыз. Жүйе түрлі модельден сурет шығарып береді. Бұл лотерея. Бірінші реттен Nano Banana түспеуі мүмкін, бірақ бірнеше рет қайталауға болады. Сондықтан да тек қана Nano Banana қолданғыңыз келсе, жоғарғы жақтан Direct Mode және де Nano Banana моделін таңдау керек. Нәтиже мысалдарын қарастырайық. Elvis Presley мен Sherlock Holmes шахмат ойнап отыр. Тұлғалар танымал стиль сақталған. Жазғы көріністі қысқы көрініске ауыстыру. Қар, жылы киінген адамдар, архитектура өзгеріссіз. Офисті ғарыш кемесінің басқару орталығына айналдыру. Сол интерьер, бірақ футуристік элементтермен. Артықшылықтары. Контексті ең жақсы түсінеді. Сапасы жоғары, реалистік. Тегін және тіркеусіз. Кемшіліктері. Лотерея жүйесі. Нақты модельдері бірден алу қиын, сондықтан да тек қана Direct Mode қолданыңыз. Кей ұқсас детальдар бұлыңғыр болуы мүмкін. Сапа бастапқы фото суретке байланысты. Практикалық кеңестер. Сапалы бастапқы суретті қолданыңыз. Кемінде 1024x1024 пиксель өлшемді сурет сұраныс. Промпт нақты болсын. Детальдарға назар аударыңыз. Қажет объектіні жеке референспен жүктеңіз. Бұрыштармен тәжірибе жасаңыз. Wide angle, macro, top view тағы да басқа. Сіздермен бірге болған Әкім Аңсар Бүркітбекұлы. Келесі видеода біз осы суреттерді жасанды интеллект құралдары арқылы видеоға қалай айналдыруға болатынын үйренетін боламыз. Бізбен бірге болыңыз. Рестарт мектебі ағылшын, логика, математиканы үйретіп қана қоймай, оқушының орындаған тапсырмасы үшін ақша төлейді. Және де
осындай видеоларды жасанды интеллекттің көмегімен жасауды үйретеді.